Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 29-шы сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Күлмеңіздер кәріге. Бір кісінің екі баласы болыпты. Бір күні көршілер оған: сенің балаларың бір кемпірді мазақ қылды, балаларыңды тыйып қой дейді. Әкесі балаларына ұрсады. Балалары мұнан былай кісіге күлмеске уәде береді. Біраз күн өткен соң балалар әкесіне берген уәдесін ұмытып, бір бейшара шалды тағы да келемеш қалыпты. Мұны әкесі естіп, балаларын шақырып алып айтады: балалар, мен енді мұнан артық өмір сүрер болсам, сендер секілді бір ақымақ балалар өткендегі шал мен кемпірге күлгендерің секілді маған да күлер деп қорқамын. Балалары ұялғаннан қызарып, сонан кейін кәрі кісіге күлмейтін болыпты дейді. Міржақов Дулатов. Енді мәтіннің тақырыбын анықта дейді, ол үшін дұрыс нұсқаны таңда дейді. Балалар, мәтіннің тақырыбы екі баланың үлкен кісіге күлгені туралы деп жаздық. Мәтінге қойылған ат ненің қысқаша атауы дейді, яғни мәтінге қойылған ат ол негізгі ойдың қысқаша атауы. Келесі, негізгі ой айтылған мәтін бөлігін көшіріп жаз. Жазған сөйлемің жай сөйлем бе, әлде құрмалас сөйлем бе дейді. Міне балалар, негізгі ой айтылған сөйлем: балалар, мен енді мұнан артық өмір сүрер болсам, сендер секілді бір ақымақ балалар өткендегі шал мен кемпірге күлгендерің секілді маған да күлер деп қорқамын дейді. Бұл құрмалас сөйлем, жазып қоямыз. Келесі, үшінші жаттығу. Берілген кестеге мәтіннен сын есім мен зат есім, зат есім мен зат есім және зат есім мен етістік сөз тіркестерін тауып, сөздердің байланысын кесте арқылы көрсет дейді. Міне балалар, біздер кестеге жазып қойдық. Үшінші жаттығу жазып алсаңыздар болады. Келесі, төртінші жаттығу. Мәтінге жоспар құр. Ол үшін мәтіннің әр бөлігіне ат қой дейді. Міне біз мәтіннің бірінші бөлігіне тәртіпсіз балалар деп ат қойдық. Екінші бөлігі бізде берілген, уәдеде тұрмау. Үшінші бөлігі ұмытылмас сабақ деп қойдық. Яғни әкесі өз сөзі арқылы балаларына ұмытылмастай сабақ берді. Енді осы мәтін бөліктері бойынша сыныпта мазмұндап шығыңыздар. Келесі тапсырма: мәтіннің қай түрі дейді. Балалар, бұл әңгімелеу мәтіні. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.